Енді балаңыз таза французша сөйлейтін болады. Бір қызық жаңалық. Астанада қазақ-француз мектебінің құрылысы басталды. Иә, кәдімгі мектеп, бірақ жай мектеп емес. Бұл Қазақстан мен Францияның бірге салатын мектебі. Бұл идея 2022 жылы президент Тоқаев Парижге барған кезде туған. Ал қазір сол сөз іске айналды. Айтылды, орындалды. Бұл мектеп интернат болады. Яғни кей оқушылар жатақханада тұрады. Балалар қазақ, француз, орыс және ағылшын тілінде оқиды. Мектеп француз және қазақстандық бағдарламамен жұмыс істейді. Ең қызығы, бұл мектепті бітірген бала бірден Франция мен Еуропа университеттеріне түсе алады. Құрылыс енді басталды. Жоспар бойынша мектеп 2026 жылдың 1 қыркүйегінде ашылады. Яғни бір жылдан кейін алғашқы қоңырау. Францияның сыртқы сауда министрі Лоран Сен-Мартин және Қазақстанның оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев. Олар бірге болашақ мектеп жобасын таныстырды. Француздар бізге жай мектеп емес, халықаралық сападағы білім беретін орталық салып жатыр. Бұл балаларға жаңа мүмкіндік, ата-аналарға сенімді білім жолы, ал Қазақстан үшін Еуропамен терең байланыс. Мектеп салу болашаққа инвестиция, ал оны Франциямен бірге салу болашаққа серіктеспен бару.